Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Расул Ғамзатов «Менің Дағыстаным» шығармасы. Оқу мақсаты: шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау. Сабақтың мақсаты: шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасайды, талдайды. Бағалау критерийлері: шығарманың композициясын талдайды, маңызды эпизодтарды табады, эпизодтың маңыздылығын дәлелдейді. Бүгінгі сабақта осы негізделген оқу мақсаттарына жету барысында бірнеше тапсырмалар орындаймыз. Алдымен анықтама бұрышы әдісі арқылы сабағымызда пайдаланатын терминдердің мағынасына назар аударайық. Композиция: көркем шығармадағы элементтердің, құрамдас бөліктердің, образдардың белгілі бір тәртіппен, рет-ретімен жүйелі орналасуы. Эпизод: көркем шығарма сюжетіндегі өз алдына мәні бар, өзара байланысқан оқиғаның бір бөлшегі, көрінісі. Әр эпизод кейіпкердің белгілі бір уақыт аралығында өткен қимылын, ісін, екі не одан көп кейіпкерлердің арасында болып жатқан құбылыстардың біткен кезеңін көрсетеді. Оқушылар, қазір сіздер адасқан суреттер әдісі арқылы тапсырма орындайтын боласыздар. Сіздердің назарларыңызға бірнеше сурет ұсынылған. Осы берілген суреттерді оқиға жүйесі бойынша ретімен орналастырыңыздар. Тапсырманы дескрипторға сүйене отырып орындаймыз. Дескрипторы шығарманың композициясына талдау жасайды, суреттерді ретімен орналастырады. Оқушылар, өте керемет! Суреттерді шығарма мазмұнына сәйкес жүйемен орналастырып шықтыңыздар. Енді келесі тапсырманы орындауға көшейік. Бұл тапсырма ойлан, бөліс, талқыла әдісі бойынша жүзеге асады. Бұл тапсырмада сіздерге кесте берілген. Кесте 3 бөліктен тұрады. Бірінші бөлігінде маған ұнаған эпизод, екінші бөлігінде неліктен ұнады, үшіншісінде маңыздылығы қандай деген сөз тіркестері берілген. Өздеріңіз де түсініп отырған шығарсыздар. Бірінші бағанға шығармадағы өздеріңе ұнаған эпизодты жазасыздар. Екінші бағанға ол эпизод сізге несімен ұнағандығын, ал үшінші бағанға осы эпизодтың маңыздылығы жөнінде өз пікірлеріңізді білдіресіздер. Оқушылар, естеріңізге сала кетейін. Тапсырманы орындау барысында дескрипторларды назарға аламыз. Дескрипторы эпизодты анықтайды, негіздеме жасайды, өз көзқарасын білдіреді. Міне оқушылар, сіздермен бірге бүгінгі сабақта шығарманың композициясын талдадық, эпизодты анықтадық, эпизодтың маңыздылығын дәлелдедік. Олай болса оқушылар, сіздер де өздеріңіздің сабақты қалай түсінгендіктеріңіз жөнінде минуттық қағаз толтырыңыздар. Алдарыңызға парақ алып, бүгінгі сабақта ең пайдалы, ең өзгеше, ең маңызды болған деректі жазып айта қойыңыздар. Үй тапсырмасы:
ана тілім менің. Сен маған ризасың ба, білмеймін. Бірақ менің тірлігім сенсің, мен сені мақтан етем. Сонау тұңғиық терең жер түбінен жарыққа, күнге, жасыл шөпке асыққан бұлақ суындай ана тілімнің сөздері жүрегімнен қайнап шығып алқымыма тіреледі. Ернім күбірлейді. Өз күбіріме өзім құлақ тігем. Ана тілім, саған құлақ тігем. Сонда маған бейне тұңғиықтан шымырлап шыққан таудың асау өзені елестейді. Мен судың бүлкіл қаққан дыбысын сүйем. Мен болаттың сыңғырын ұнатам. Қынабынан суырылған екі қанжардың бір-біріне соғылған дыбысын сүйем. Осының бәрі менің тілімде бар. Сондай-ақ махаббат сыбырын да жақсы көреді. Уа, менің ана тілім, сені де жұртқа білгізу маған өте қиын. Сенің алуан түрлі үнің неткен әсем еді. Авар боп тумаған кісіге үйрену де қиын оларды. О, егер біле қалсаң, оларды айту дүниенің рахаты емес пе, шіркін. Берілген үзінді шығарманың композициялық жүйесінде қандай орын алады? Үйде осы сұраққа жауап бере отырып, автордың ана тілі туралы толғанысын ана тілі өлеңіндегі ойларымен салыстырып келгендеріңіз жөн. Бүгінгі сабақ аяқталды. Сау, саламатта болыңыздар.